Барлықтарыңызға қайырлы күн, берекелі асхан арнасына қош келдіңіздер. Бүгін өте нәзік креммен дайындалатын банан қосылған шоколадный пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Жасалу жолы аса қатты қиын емес, сондықтан да видеоның соңына дейін тамашалап жасап көріңіздер дегім келеді. Дәмі енді сөзсіз керемет болады, барлығына ұнайтын, әсіресе қонақтарыңызды таңғалдыратын пирог болады. Арнама жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта керемет лайфхактармен, сондай-ақ ерекше рецепттермен бөлісетін боламын. Енді біз бисквитін дайындап аламыз. Алдымен жұмыртқаның сарысын миксермен бір араластырып аламыз. Одан кейін қайнақ суымызды ыстық күйінше салып, тезірек миксермен араластырып алуымыз қажет, себебі жұмыртқа пісіп қалуы мүмкін. Ағарғанша бір араластырып миксермен, одан кейін оның үстіне ванилинді және де қантымызды салып, ағарғанша, массамыз ұлғайғанша миксерлеуіміз қажет. Қантымыздың қалған бөлігінде салып, тоқтаусыз қанттың барлығы еріп кеткенше араластырып аламыз. Одан кейін біз венчикті жуып тазалап кептіріп, жұмыртқаның ағын ағартып көпіртіп алуымыз қажет. 2-3 есе ұлғайғанша тоқтаусыз араластырамыз. Ол сіздің миксеріңіздің күшіне қарай. Менде осындай қою болды. Қанша қою болса, сонша бисквитіміз жақсы көтеріледі. Енді оны бірінші массаға салып араластырып аламыз. Бисквитіміз жақсы шығуы үшін оны ағаш немесе темір қасықпен емес, осындай силиконовый лопаткамен араластырып, астынан үстіне қарай өте нәзік жұмыс жасағанымыз дұрыс. Біраз уақыт өте нәзік араластырғанның нәтижесінде біз өте нәзік консистенция аламыз, және оны шетке алып қойып, ұнымызға какаоны ситадан өткізіп саламыз. Ұнымызда міндетті түрде електен өткен болу қажет. Ол біздің бисквиттің жақсы көтерілуі үшін өте пайдалы. Араластырып аламыз және де оны үлкен массаға қосып, жұмыртқалы массаға, яғни екіге бөліп, өте нәзіктікпен жұмыс істей отыра араластырып аламыз. Бисквитпен жұмыс жасаған кезде жұмыртқаның отырып қалмауын қадағалауымыз қажет. Сондықтан да біз ұнды екіге бөліп, астынан үстіне қарай жұмыс жасаймыз. Және осы кезде біз пешімізді 180 градуста қыздырып, аст-үстін қыздырып қоя берсек болады. Және массамыз дайын, осындай қаймақ сияқты консистенцияда болу қажет. Енді оны кез келген 20-22 дециметрлік формаға салып, астына пергамент қағазын төсеп, орналастырып аламыз. Беттерін осылай дұрыстап тегіс болып шығу үшін жасап алсаңыздар болады. Енді оны пешімізге жібереміз, және ол 20-25 минутта пісіп шығады. Піскендігін ағаш таяқшамен тексеріп көруге болады. Оны шеттерін формадан ажыратып, суытуға 20-25 минут терезенің алдына қойып қоямыз. Ал біз ол уақытта кремімізді дайындап алуға кірісеміз. Крем дайындау үшін бізге сары май, қаймақ, сгущенка кеше жасаған және ванилин керек болады. Барлығы бөлме температурасында болғаны дұрыс. Ең алдымен ыдысымызға сары майымызды салып, және де бір миксермен ағартып алуымыз қажет. Содан кейін оның үстіне сгущенкамызды салып, тағы да бір екеуі араласып кеткенше миксерлеп аламыз. Дәл осы рецептпен крем жасап көріңіздер, өте нәзік, дәмді болып шығады. Сгущенкадан кейін біз ванилинді немесе ванильный сахар қоссақ та болады. Қосып, араластырып, майдың іртігі кеткенше араластырып алуымыз керек.
Одан кейін қаймақты да қосып, барлығы араласқанша миксерлейміз. Аса көп миксерлеудің қажеті жоқ. Себебі крем сұйылып кетуі мүмкін. Сондықтан да көп миксерлемейміз. Біздің осындай керемет креміміз дайын болды. Тортқа да тез сіңіп кететін дәмді крем болып шығады. Енді ыдысымызға пергамент қағазын осылай қойып алсаңыздар болады. Сосын бисквитімізді алып, ортасын тура видеодағыдай етіп кесіп алыңыздар. Бұл тортты орыстар шоколадный норкакрота деп атайды, қазақтар бананды торт деп атайды. Қандай атау алса да, шоколад пен бананның ерекше үйлесім тапқан ерекше торты десек те болады. Видеодағыдай ортасын кесіп алып, басқа ыдысқа салып, бөлшектерін алып қоямыз. Одан кейін оны ұсақтап бетіне сеуіп алатын боламыз. Осылай артық жерлерін кесіп болған соң, кремімізді жағып, тең жартысын жайғастырып алуымыз керек. Одан кейін банандарымызды турап дайындап аламыз, ішіне салуға ыңғайлы етіп осылай. Және де ішінен шыққан жаңағы бисквиттің бөлшектерін қолмен майдалап, немесе блендермен майдалап езіп алуға да болады. Мен қолмен үлкен ыдысқа салып, жақсылап үгітіп алдым. Бананды осылай жайғастырып болған соң, үстіне кремімізді жағып, дайындап алуымыз керек. Барлық жеріне жағып, қалған жарты кремді жеткізіп болған соң, осылай ұсақталған бисквитімізді сеуіп шығамыз. Жан-жақтарына да қолмен икемдеп жағып шығуларыңызға болады. Әдемі, өте керемет торт болып шығады. Егер видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, қоңыраушаны басып қойуды ұмытпаңыз. Және де алдағы уақытта мен осындай пирожныйларды банан қосылған, яғни көрсететін боламын. Сондықтан да менімен бірге болыңыздар. Және де менің арнамнан алдағы уақытта қандай рецепттер күтесіздер, соны комментарийға жазып кетсеңіздер болады. Соңына дейін тамашалағандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Күндеріңіз табысты болсын.